Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Серубай Әйгерім Қанатқызы, Алматы облысы Қаратал ауданы Рахымжан Қошқарбаев атындағы орта мектеп 10-шы сынып информатика пәні 4-ші тоқсанға арналған бірінші сабақ қашықтықтан оқуды бастаймыз. Келесі суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте Билл Гейтс бір гис қасиатын қағазда шығарылған ақпараттың үстінде отыр. Осы суретке назар аударып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Әрине, сабағымыздың тақырыбы ақпараттың көлемімен байланысты. Сабақтың тақырыбы Big Data. Сабағымыздың мақсаты 10-шы сыныпқа арналған Big Data-ны пайдалану оң және теріс әсерлерін бағалауымыз қажет. Бағалау критерийлері: Big Data-ны ұғымы мен қызметін анықтау, Big Data-ны пайдалану мысалдарын ұсыну, Big Data-ның артықшылығы мен кемшіліктерін салыстыруымыз қажет. Big Data дегеніміз не деген сұраққа жауап беру үшін бейне материалға назар аударайық. Біз сіздермен цифрландырылған әлемде өмір сүріп жатырмыз. Яғни, әр секундтардың ішінде үлкен көлемде мәліметтер пайда болатын және өңделінілетін әлемде. Тіпті бұған арнап бірнеше жылдар алдын арнайы ұғым ойлап табылды. Яғни Big Data. Ағылшын тілінен аударатын болсақ, үлкен деректер. Деректер шынымен де өте көлемді. Сіздерге қарапайым ғана әрқайсымыз күнде қолданылып жатқан VK, Facebook, Одноклассник, Instagram сияқты әлеуметтік желілерді мысал ретінде айтсақ болады. Біз мұнда күнделікті немесе жиі суреттер мен мәліметтер, немесе хаттар енгізіп отырамыз. Енді мұны физикалық түрде серверлерде қаншалықты көп орын алып жатқанын өзіңіз елестетіп қараңыз. Жай ғана VK-ны алып қарайтын болсақ, қолданушылар бір күннің ішінде 5 миллиард хаттармен ауысады екен. Ал Facebook бір күнде 0,5 миллиард терабайт ақпарат өңдейді. Бұл үлкен деректерге кішкене ғана мысал. Біз бұдан әрі үлкен деректерге қаншалықты әсер көрсетеміз, және үлкен деректер бізге қаншалықты өзгерістер алып келеді. Бұл туралы қазір сіздерге кеңірек айтатын боламыз. Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар бағытында белсенді дамып келе жатқан жаңа бағыт Big Data, яғни үлкен деректер. Соңғы жылдары үлкен деректер жұрт мойындаған экономикалық және технологиялық дамудың белгісі болып саналады. Үлкен деректер технологиясы ұғымы ақпараттық технологиялар саласына жақында ғана енді. Оны енгізген Clifford Lynch. Үлкен деректер ақпараттық технологияларда деректердің серпінді дамуын, өнімді өңдеудің технологиялар мен әдістер тобы. Ақпараттық технологияларда үлкен деректер адамдардың қабылдамалы үздіксіз өсу жағдайында тиімді. Көптеген тораптарды есептеу желісінде үйлестірмелі нәтиже алу үшін үлкен және едәуір алуан құрылымды және құрылымсыз деректерді құралдар мен әдістер өңдеудің тәсілдер топтамасы. Gartner компаниясының зерттеулері үлкен деректер технологиясы өндірістегі ақпараттық технологияларға, денсаулық сақтау, сауда, мемлекеттік басқарма және тағы басқа үлкен деректер қолданылатын салаларда байыпты ықпал ететін болжайды. Қазақстанда 2030 жылға дейін өндірістік және мемлекеттік үдерістер үлкен деректер технология зерттеулері құрылымсыз деректермен қатар басымды бағыт ретінде мойындаған. Үлкен деректер мәліметтердің көзі, контент форматы, мәліметтерді сақтау, мәліметтерді қою және мәліметтерді өңдеуіне қарай жалпы жіктеледі. Қазір дүние жүзі бойынша ақпараттар өте көп жиналған. Бүгінде ол 1,5 зетабайтқа тең. Үлкен деректер технологиясында пайдаланылатын деректердің көлемі байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, экзабайт, зетабайт, йотабайтқа дейінгі деректер көлемі алып жатыр. Және үлкен деректер технологиясында пайдаланылатын деректер көлемі одан әрі өсетіндігі анық. Үлкен деректер технологиясының негізгі белгілері қандай? Алғаш рет 2001 жылы Gartner 3V белгілеріне бөледі. Олар әртүрлілік, көлем, жылдамдылық. Бұл белгілер технологияның негізгі сипаттамалары болып табылады. Әртүрлілік деректерді талдауды тиімді жүргізуге көмектесетін қасиет. Көлемде технологияның ең маңызды қасиетінің бірі. Жинақталатын деректерді зерттеудің мәні мен әлеуетін анықтайтын ол көлем. Жылдамдылықта деректерді қандай жылдамдылықта жинап,
кандай талаптарга сайкес өңделенетинин аныктайтын касиет. Кейиннен тагы 2 белгисин косуу керек болду. Және кун мен шынайылылыгы косулуп, осулайша 5В болуп аталады. Куну пайдалануучуларга экономикалык тиимдилигин сыйпаттайтын технология белгиси дурустугу, эде бир өзгөчө болуу мүмкүн болгон жыйнакталган деректердин сапасы. Накты талдоодо бастапкы деректердин дурустугуна тебелди. Азыркы күнүмүздө тагы бир күрделүүлүк угуму косулду. Деректерди баскаруу өтө күрделүү болуу мүмкүн, әсиресе ар түрлүү көздерден деректердин үлкен көлөмдөрүн өңдөө кезинде. Казакстан Республикасынын электрондуу баскаруу сайтынын маалимети боюнча, Казакстанда үлкен деректер технологиясынын практикалык колдонулуун үйрөнүү максатында Улуттук акпараттык технологиялар корунда үлкен деректер зерттеханасы пайда болду. Бүгүндө зерттехана республикалык ЭГО порталында тутунуучуларга анализдөө жумуштарын жүргүзүүдө. ЭГО электрондук өкмөтүнүн негизги тутунуучуларынын деректер көздөрү, халкка кызмет көрсөтүү орталыгы, азаматтардын электрондуу жолдобу, СМС кабарламалар, әлеуметтик желі болуп табылады. Бүгүнкү күндө ЭГО электрондук порталында 15 терабайттан артык маалиметтер сакталынууда. Ал өте жақсы. Big Data дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін бейне материалды тамашаладық. Big Data термині тура мағынасында үлкен ақпарат деген ұғымды білдіреді. Бірақ оның қаншалықты үлкен ақпарат екендігін анықтайтын нақты өлшем жоқ. Атауының өзі субъективті, дегенмен Big Data тек мәліметтер көлемін ғана білдірмейді. Оның ауқымды ақпараттармен жұмыс істеу тәсілдері деп түсінуі қажет. Big Data негізгі мына операцияларды орындауы тиіс. Біріншісі, волюм көлемі. Стандартты құжаттармен салыстырғанда өте үлкен көлемдегі мәліметтерді өңдей білуі. Variety түрлері, үлкен көлемде түсетін және үнемі келіп отыратын жылдам ақпарат тасқынымен жұмыс істей білуі. Яғни мәліметтер белгілі бір деңгейде қалып қоймайды, үсті-үстіне көбейіп отырады. Velocity немесе жылдамдылық. Құрылымды және нашар құрылған мәліметтермен жұмыс істей білуі қажет. Big Data-ның қолданысы. Сонымен Big Data-ны өміріміздің қай саласында қолданамыз және кездестіреміз. Big Data бойынша үлкен тапсырыс беруші әрине мемлекет. Себебі мемлекет азаматтар бойынша ақпараттарды өңдейді. Сондықтан Big Data-ның ең бірінші қолдана бастаған ішкі істер департаменті, прокуратура. Қазір бұл тізімге денсаулық сақтау министрлігі қосылды. Бұл нәрсе баяғыдан болды, бірақ қазіргідей аталмаған. Себебі ол кезде технология басқа еді. Big Data-ны бұрын пайда болған технологияның жаңа дамыған түрі деуге болады. Big Data жылдамдылық, көлем, күнде қосылатын мәлімет. Бұл үлкен жоба. Big Data артықшылықтарын пайдалануға жеткенге дейін 4 кезең өтуі қажет. Бірінші кезең операциялар, яғни барлық есеп-қисап деректері бизнесті дамытуға үлкен рөл ойнайды. Екінші кезең мәліметтерді өзгерту және соның негізінде жылдам аналитиканың көмегімен болжам жасау жүзеге асады. Үшінші кезең аналитика. Мұнда ақпараттарды талдап, өз сұрақтарымызға жауап таба аламыз. Төртінші кезең даму. Бизнес аналитиканың арқасында қарқындай бастайды. Оқушыларға арналған бірінші тапсырма. Интернетті пайдаланып төмендегілерге талдау жасаңыздар. Бірінші сөйлем. Үлкен ақпараттардың негізгі көздері. Екінші, бизнестің дамуына Big Data-ның ықпалы. Үшінші, біздің елімізде Big Data-ның дамуы. Сіздерге талдау жасау қажет. Дескрипторларға назар аударыңыз. Big Data ұғымы мен қызметін анықтайды. Екінші тапсырма. Big Data-ны пайдалануда оң және теріс әсерлеріне екі мысал ұсыныңыздар. Түсініктеме беріңіздер. Дескрипторға назар аударыңыз. Big Data-ны пайдалану мысалдарын ұсынады. Үй тапсырмасы. Big Data-ны пайдаланудың пайдасы мен зиянын бағалаңыз. Бірінші, адам үшін ақпараттың шамадан тыс көп болуы. Екінші, қоғам үшін ақпараттың шамадан тыс көп болуынан бағалауларыңыз қажет. Дескриптор Big Data-ның артықшылығы мен кемшілігін салыстырады. Сабақты қорытындылай келе, ББ кестесін толтырыңыздар. Не білемін, не білдім және не білгім келеді деген сұрақтарға жауап беру арқылы кестені толтырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.